шақырған себебімді айтайын. Мен ертеңнен бастап командировка кетіп баратырмын бір айға. Сол кезде балам Шымсымарт компаниясын өзің басқарасың. Түсінбеген жайттарың болса көмекшімнен сұрайсың. Түсіндің бе? Түсіндім. Жарайды, жұмысты бастаңдар онда. Базеге сұрағым бар еді. Алдын компанияның жұмысына білесің бе? Басқаратын несі бар? Кеше кешкісін бухгалтериядан 2 миллион теңге алынған. Болып түсіндім. Виски әкеңдерші. Нүреге. Ал, үйге бармағыз ба? Үйге бармағыз вообще. Кеше бухгалтерден 2 миллион теңге алдым. Не болып отыр өзі? Миды ашытпашы. Компания кімдікі? Әкеңіздікі? Әке кімдікі? Сіздікі ғой? Вот деймін әкемді өзім шешіп аламын. Шешіп алғанда ертең алған ақшаны отчетын бәрін реттеу керек те. Араласпашы дедім ғой саған. Мен де араласпайын ба? Әке. Қазір келмей кете берсін. Әке, сіз командировка кеткен жоқ па едіңіз? Балам, мен командировкаға кеткен жоқпын. Мына компанияны менен кейін кім басқарады екен деген едім. Бұл компания деген ат секілді. Бұны жүру үшін тізгін басқарып отыратын адам керек. Соны саған сенген едім. Сол тізгінді саған ұстатайын десем, сен сынақтан өте алмадың, балам.